Саламатсыздар ма, менің қадірлі көрермендерім? Бүгін біз осындай ауызға салса еритін, қамыры нәзік, ерекше дайындалатын, ішіндегі салмасы да жұп-жұмсақ болып пісетін тағам дайындайтын боламыз. Менің атым Базаргүл, жасым 63-те, мен пенсиядағы апамын. Осылай өзіме YouTube канал ашып, осындай дәмді тағамдар рецептін көрсетіп отырамын сіздерге. 8 мартқа дейін 1000 подписчик жинаймын деген мақсатым бар. Сіздер маған қолдау көрсетіп, подписка жасап отырыңыздар. Тағамдарды дайындап көріп, ұнаса комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Мен сіздерге сенемін. Ендеше біз бастайық. Ал ендеше тағамымызды бастауға кірісейік. Ол үшін бізге 450-500 грамдай ұн қажет, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант, 40 грамдай маргарин немесе сары май қажет. Bir шай қасықтың түбінде ғана бір 4-5 капля 70% уксус қандай уксус бар енді 9% болса кішкене көбірек қосасыз, бір 2 столовый қасықпен, ас қасықпен. Ал менде 70% уксус болғандықтан мен бір 4-5 капля ғана қосам. Және қайнап тұрған, буы шығып тұрған ыстық су. Жаңа ғана қайнаттым, ыстық су қажет. Ары қарай жалғастырайық ісімізді. Ұнымызды саламыз. Түгел саламыз. Менде 450 грамм ұн. Өлшеп қойдым. Салдым бәрін. Жаңағы маргарин немесе сары майымыз. Менде жақсы маргарин бүгін. Осыны ұнымызға осылай крошка жасап араластырып жібереміз. Үгітіп салып жібереміз. Енді халық арасында осындай крошка деп атаған, қазақшасы үгітіп қосып жіберу. Ертудің қажеті жоқ, кішкентай ғана майды. Үгітіп салып жіберсе де бола береді. Жаңағы ыстық суымызға алдымен қантымызды, сосын тұзымызды салып, ертіп аламыз. Міндетті түрде ертіп аламыз. Дайын раствор болады бұл. Және уксусымызды құямыз. Міне, қасықтың түбінде шай қасықтың 4-5 капля. Араластырып жібереміз. Содан кейін жаңағы ұнның үстіне құйып отырып, араластырамыз, жайлап қасықпен араластырамыз. Себебі суымыз ыстық, қайнап тұрған су. Алдымен осылай қасықпен араластырып аламыз. Ары қарай сосын қолмен илеп жалғастырамыз. Қолмен жалғастырамыз ары қарай. Бір 5-10 минутқа жауып қоямыз. Енді жаңағы қамырымыздың арасына салатын салмамызды дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге бір 200 грамдай фарш қажет. 200-250 грамм қолдан өткізген фарш. Сатып алсаңыз да болады, енді өзіңіздің қалауыңыз біледі. Мен үйде ет болғасын қолдан өткіздім, сиырдың еті. Бір бас ірі пияз, бір жарты қасық қара бұрыш, бір қасық толмайтын тұз қажет. Және бар болса паприка, кинза ұнтақталған, зира ұнтақталған өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштеріңіз қоссаңыздар болады. Ол үшін біз алдымен пиязымызды турап аламыз. Мүмкіндігінше ұсақ. Қаншалықты ұсақ турасаңыз, соншалықты дәмді шығады. Міне, пиязымызды турап алдық. Енді алдымен осы пиязымызды
кеңірек ыдысымызға саламыз. Сосын тұзымызды саламыз. Тұзымызды салып алып, араластырып аламыз. Жақсылап пиязымызды мұжимыз. Жақсылап пиязды мұжу керек, былай кәдімгідей. Қамыр илеген сияқты етіп, жақсылап пияздың соғы, сөлі шыққанша жақсылап мұжимыз. Міне, жылтырап сөлі шығып жатыр пияздың. Тұз салып мұжығасын, пияз осындай өзінің сөлін шығарады. Енді бұған қара бұрышымызды саламыз. Жарты шай қасық. Араластырып жібереміз. Енді фаршымызды саламыз. Жақсылап пияз бен фаршымызды араластырып қоямыз. Фаршымыз кішкене тығыздау болып қалды. Сондықтан біз бұған салқын судан 30-40 грамм салқын су қосамыз. 30-40 грамм дегеніміз 2 ас қасық немесе 3 ас қасық. Екі ас қасық құйдым. Алақаныммен өлшей салдым. Көз жобамен. Міне, фаршымыз бір келкі болды. Енді ары қарай жалғастырамыз. Қамырымыз дайын болды. Жып-жылы болып, июі қанып, ары қарай жұмыс істеуге дайын тұр. Біз қазір бұны бөліктерге бөлеміз де жақсылап жаятын боламыз. Осылай шариктер жасайтын боламыз. Аз-аздап ұн себелеп отырамыз. Сопақтап өтіп жаямыз. Жаңағы домалақ күлшелерімізді енді сопақтап өтіп жаюға тырысамыз. Ол тағамымызды дайындау барысында фигурасы жақсы шығуына, ішіне салмасын молынан жақсы салуға ықпал тиеді.
Міне дайын болды. Бір стакандай май құйдық. Оған енді жаңағы дайындаған салмасы бар, ішінде чебурекиге ұқсайтын, осындай ішінде еттен салмасы бар дайын асымызды осылай салып қуырып алатын боламыз. Әр бетін 1-2 минуттан. Екінші бетіне аударамыз, әдемілеп. Бір жағы қуырылып болды. Енді екінші жағында 1-2 минуттай қуырамыз. Орташа отта қуырамыз. Ішіндегі еті пісіп үлгеру керек. Дайын болды. Міне, тағамыз дайын болды. Чебурекиге ұқсайды, бірақ қамыры да бөлек, ішіндегі салмасы да дәмді, ауызда еріп тұр. Қамыры да, ішіндегі салмасы да дәмі ерекше. Кешкі асқа жесеңіз де болады, түскі асқа жесеңіз де болады. Дайындап ерінбесеңіз, таңғы асқа да осылай тез-тез илеп жіберіп, тез-тез осылай арасына салып жіберіп, майға қуырып жіберіп, таңғы асқа жесеңіз де болады. Кәне, дәмін көретін болайық. Қалай шықты екен? Арасын көрсетейін мен сіздерге. Міне суығы шығып тұр ішіндегі. Буы бұрқырап, ішінің суығы күшті болып тұр, әдемі. Қамырын көрдіңіздер міне. Суығы күшті шығып тұр. Иісі қандай керемет. Жақсы. Міне осылай жасап жеп тұрыңыздар. Дастарыңыз дәмді болсын. Осылай ұнаса жасап көріп, ұнаса маған лайк басып отырыңыздар. Комментарий жазыңыздар, өз пікірлеріңізді білдіріп отырыңыздар. Мен үшін сіздердің пікірлеріңіз өте маңызды. Рахмет. Көңіл қойып қарағандарыңызға.